Қазір менің жасым 22-де. 2026 жылғы зейнетақы жинағының жеткіліктілік шегі бойынша менің қорымда ең кемі 7 миллион 250 мың теңге болуы тиіс екен. Ол үшін жалақым қанша болу керек және бұл соманы қанша уақытта жинақтай аламын? Қазір анықтап көрейік. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры жариялаған жаңа кесте әлеуметтік желіде қызу талқыға түсті. Әсіресе жастарға қойылған талап көптің ашуын туғызып отыр. Жастарда өте үлкен порог тұрды. Ол жастар оған жете алмайды. Менің өзім жасым 52-де. Менің жасымда 18 миллионның үстіне шығып кеткен. Менің осының алдында бір тексергенінде 18 миллионға әлі шықпай тұрған кезде менде 8 миллиондай тұғын. Ал енді 52, мен қазір 61-де шығам деп есептейін. 10 жылда мен ол порогқа мүлдем жете алмаймын. Сондықтан үкіметтің бұл істегені халықты хабардар етпей бір күнде өзгертіп жіберген, тем более демалыс күндері ол миға сыймай кетті. Мен негізі үміттенетін едім. Мен порогқа енді жетіп жатырмын деген менде үміт болған. Қазір мен ЕНПФ-ті мүлдем ашқымды келмейді. Өйткені ондағы жағдайды көрсең, көңіл күйің түседі. Сондықтан қазақстандықтардың алдымен жалақысын көтеру керек деп ойлаймын. Жалақы көтерілу керек. Ал енді неге? Зейнетақы бір күнде осындай 2 есеге өсіп кетеді де, жалақы 2 есеге өсіп кетпейді. Мен түсімде сондай түс көргім келеді. Жалақы бірден осылай 2 есе өсіп кетсе екен деген. Сол. Төмен болса одан жақсы болады. Мен өзім негізі жұмыс істемеймін былай өзім. Және пенсионный неден гөрі басқа активтерде ұстаған жөн көрем. Мысалы қазір трейдинг жақсы дамып жатыр. Акцияларға салған және жылжымайтын мүлікке салған әлдеқайда қауіпсіздеу деп ойлаймын. Ол енді бізде оңтүстікте мүмкін емес. Өткен орташа жалақы бізде оңтүстікте қазір шамамен 250 мыңның айналасында ғой. Батыста мұнайшылар алса 1 миллион, мысалы 700-800 сонымен мүмкін шығар. Ал бізде оңтүстікте ол мүмкін емес қазіргі орташа жалақымен. Қарапайым халық цифрлар мен шынайы өмірдің алшақтығына алаңдаулы. Инфляция мен бағаның өсуі жағдайында бұл сома қаншалықты қолжетімді? Межеге жету үшін қандай қаржылық стратегия керек? Экономист сарапшылар бұл реформа ең алдымен жинақтаушының өзіне тиімді деп есептейді. Болашақтағы қорымыздың тұрақтылығы үшін қажет екен. Төлем жеткілігінің шегі мөлшері салымшының жасына қарай 79%-ға және одан жоғары өсті. Яғни зейнеткерлік жас жақындаған сайын болашақтағы зейнетақы төлемдеріне қойылатын талаптар күшейіп, зейнетақы шотындағы сақталуға тиіс қаражат көлемі де артты. Осыған байланысты зейнеткерлік жасқа жақындаған азаматтар үшін төлем жеткілігінің шегі мөлшері 2 еседен астам ұлғайды. Бұл олардың зейнетақы жинақтарының шоттарына сақталып, одан әрі инвестициялануын қамтамасыз етеді және болашақтағы зейнетақы төлемдерінің едәуір артуына мүмкіндік береді. Әдеттегідей әлеуметтің әлеуетін айқындайтын бұл жаңалық көпті қуантқан жоқ. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры мұны экономикалық қажеттілік десе, халықтың өзі қол жетпес арман деп отыр. Цифрлар өсіп барады, ал жинақтаушының жалақысы сол цифрлардың көлеңкесінде қалып қоюда.